Oo, ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздерді сағындық қой азап елі. Аты жөнім Жұмали Алдиярмын, Маңғыстаудың қарт Каспийінен боламын мен. Елордасы Астананы мақтауға мен келіп тұрмын мен деген осы жерге. Бұл бала ғой мен секілді очки киіп отыратын жоқ екен сонда дағы. Менің деген ешқандай тиісетін ғой, жерім жоқ менің ғой ешқандай ғой. Ағайлап қой отыршы таным. Қақпанға түсіп қалсаң жаман болады. Саған деген іздердің жерлеріңнің жауаптарын уже мен біліп алдым. Негізінде өзің ғой ағашқа ұқсайды екенсің ғой. Мені деген көріп қой отырсың да, өзіңнің ғой киіміңді қазақша қылып алмай отырсың, неге сен ғой елгайым, мәгігайым, ей. Қазақ елі қазақтар қазақ болдық, барлығымыз Қазақстандан азап болдық. Елорданың батпағына шомылып ақ, коронавирус келіп қалды бізге келіп. Сонымен тұрып мінеқта отырмыз ғой, онлайн айтысқа дайындалып. Өзіміз ғой айтысқа Нұрқанат ағам арқылы ғой, үйреніп жатырмыз ғой біз деген ғой. Өзіңіз ғой менен ғой үлкен сияқтысыз, 18-22-де емессіз бе? Алла деп мен бастайын жырларымды, ағайын қолдап отыр ұлдарыңды. Ассалаумағалейкум арда қазақ, тудырған бұл алашқа мыңдар ұлды. Уағалейкум әссәләм Алдиярым, көріп тұрмын маған қарсы тұрғаныңды. Ал ендеше ағайын қарсы алыңдар, айтысқа алға шығып тұрған ұлды. Алашым армысыңдар айтыс көрген, Аллахым бақытты қыл бұл қауымды. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Алашым білмесе де атағымды, адамын ойлап жүрген қатарымды. Шапан киген баланы көріп тұрмын, бір мақтап қояйыншы аталылды. Қанша мақтап қойған менен мына сені, бана көріп қалдым біраз шатағыңды. Басынан ақ мына маған тиістің ғой,
сөз қылып үстімдегі шапанымды. Қазақтық үстімде бар, үстімде емес ішімде бар. Жөн көрмеймін сыртқа қазақ атануды. Құрмы босқа мына маған тиіскенше, алдымен дұрыстап ал мақамыңды, әгегәгім, әйгәгім. Менің киіп отырғаным шапан емес, менің киіп отырғаным қазақша киім. Сен менің шатағымды көрсең егер, айтпай неғып отырсың ғой. Мақамды ғой білемін мен деген ғой. Оразалы Досбосынов ағамның ғой, мақамын ғой білемін мен деген ғой. Бірақ деген сөзге деген қоса алмаймын. Сондықтан бір минусым шығып тұр ғой. Бәйтеректің тарихын білесің бе? Баяғыда бір заман болып кетті. Қазақстанға бір бәйтерек ағашына бір самұрық алтын жұмыртқа тастап кеткен. Содан бастап бәйтеректі бір орыс пейзажшы, бір орыс сызбашы ғой, сызып қой. Ол деген ғой өмірінен өтіп кеткен. Ол орыстың 14 қой сызбасы бар, Әбіштің ғой 16 сызбасы бар, ал Назекеннің 2 сызбасы бар. Ағам болып отырсың енді сен ғой, саған деген айтарым сөзім бар ғой. Себебі сен саған деген сұрақ қоям, соған деген жауап бер маған деген. Хан Шатырдың сызбасын кім сызған ғой, соны деген айтсам ғой жақсы болады. Мен деген сенім деген кітап оқығанға көзімді жеткізіп қой отырамын. Әбіш атам өте ғой мықты болған, сызбашы боп және ғой ақын болған. Елорданы айт дедің сен маған ғой, сен деген ғой, сіз деген ғой, сізге деген айтарым осы дейін. Бірақ деген одан да көп дейінші, айта берсем 20 минут маған кетеді. Екі ауыз сөзіммен ғой сізге деген кезекті беріп қой отырайын. Сен маған қойып отсың сауалыңды. Шабытпенен қыздырдың ау табанымды. Елорданың тарихын айтып бердің. Алдиярдай мықты айтты балажарды. Хан Шатырды кім сызды деп сұрап отсың. Білмеймін дұрыс жауап табарымды. Бір білерім Хан Шатыр, хан ордасы, хан сызған ау деп берейін жауабымды.
Бізді осы тарихқа алып барасың ба? Көрдік мына баланың шамасында. Ей Нұрсұлтан Назарбаев атаң құсап, сен өзің бір күй тарта аласың ба? Хан шатырдың қызбасын кім сызғанын білмей қой, әлі отырсың ба сіз дейін. Жай ғана Нұрсұлтан Назарбаев сызбасын сызған ғой өзі деген. Сізге деген тағы да сұрағым бар. Астана ғой, не үшін болота ғой, соны деген айтып бере отырыңыз. Екінші сұрағым менде деген домбыраның тарихын айтыңызшы. Үшінші сұрағым менің деген, осы деген ғаламға не боп барады? Сізге деген айтарым менің деген, өте мықты адал ақын екенсіз сіз. Сіз сияқты ақын болмайды. Ойымды да көтере отырсыз сіз. Сіз деген ғой өте мықты ақын екенсіз ғой. Сізді де бір мақтап қой отырайық. Шатағыңыз жоқ болып отырғанда, мен сізді не үшін ғой мақтамайын. Сақалсыз аю отыр Атырауда. Орындығы нормальный көшереді. Сіз деген ғой кішкене ойланыңыз. Хан шатырды не үшін хан ордасы деп қойғанын ойланыңыз. Төртінші сұрағым сол менің. Армысың Алдияр? Өлең жырға қанбаған. Қазақтың ата салтымен домбырамен салған ән. Маған қойдың сұрақты. Сен сияқты ешкімде бұрын сұрақ болып жаумаған. Астанада болота бар дейсің бе сен маған?
Себебін мен қайдан білем себебін, байыбына бармаған. Бір білерім осы ғой. Бір білерім осы ғой, табиғаттың барлығы жаратушы бір Алладан. Ағам-ау, Астана жайлы сіз деген айтпай отырсыз ғой. Сосын деген мен сізге білетін шығар деп сұрағымды қойып отырғаным. Астана баяғыда теңіз болған, онан кейін тартылып кеткен дейді. Кітабында солай ғой жазылған ғой. Өзіңіз ғой, мені ғой айта беріп отырсыз ғой. Сіз деген Астананы айтпайсыз ғой. Елордасын анда-санда мақтап қойып, оның ғой тарихын айтпай білмейсіз бе? Қазақта ғой екі затты білу керек, үш затты білу керек. Ислам діні менен қазақ тілін, және ғой өзінің ғой тарихын ғой. Кейбірлері физика, медикалар керегі жоқ. Бірақ та жұмысыңа керек болса, сол жұмысың үшін ғой оқисың ғой. Нағыз қазақ емес домбыра. Сізді деген домбыраға ұқсатайын. Шанағы ғой сіздің ғой басыңызға дәл ұқсайды. Мынала сіздің деген отбасыңызға дәл ұқсайды. Перделері дәл ұқсайды. Домбыраның басын ғой білесіз бе? Сол деген ғой сіздің ғой қолыңызға дәл ұқсайды. Мына екі кішкентай құлақ сіздің ғой құлағыңызға ұқсайтын сияқты деп ойлаймын мен. Сіз өзіңіз Астана білмейтін сияқтысыз, жай ғана бір-екі көріп барған сияқтысыз. Енді міне сізге ғой тиісуімді қоятын уақытым ғой келіп еді. Сіз деген ғой болото не үшін болғанын ғой білмедіңіз, мен сізге айтып бердім. Себебі ғой кітапты көп оқыған баламын ғой мен деген біліп алым. Құдайым ғой қаласа менің деген атағым жұлдызға ғой көтеріледі. Менің деген атағым жұлдыз емес, галактикадан асып қой кетеді ғой. Мен деген атағымды жұлдыз қылмайым, жұлдыз деген арасында құлайды ғой. Сұрақ деген сізге ғой ұнамасын, сабағыңыз екіге оқитын сияқтысыз. Мінезіңіз өзіңізге дәл серьезна жігітке аумай тұрсыз, арасында ыржаңдап қоясыз ғой. Адамдарға анаяқта мамаң папаңға қарап қоясыз ғой. Құдай қаласа сахнаға шыққанда ғой
Сахнадан мамаң мен папаңды ғой, іздеп қойып отырмайтын шығарсыз ғой. Аяғам ағам-ау дейм, ағайым-ау дейм. Сіздің деген жасыңыз ғой 17 немесе 18-де. 18-ден ассаңыз қалауға бара берің. Астананы енді міне көшейікші. Астананың тарихын білмедіңіз. Сонда деген сіз деген не білесіз? Айтыңызшы, білетініңізді сіз деген ғой. Ростақ маған деген тиіспеңіз. Біреулермен айтысқанда тиіседі. Адамды құртатығын нәпсі емес пе? Нәпсіге алданғандар бақсы емес пе? Дәл мендей сабырлы ақындарың бұл қазақта оларда тапшы емес пе? Көп сөйлеп мылжыңдай бергендерден сабырлы боп дөп сөйлеген жақсы емес пе? Игігім, игігім. Туған күнмен құттықтадық Астананы. Астана қала болды басқа асқаралы. Алдияр азамат бол болашақты. Бастап жатсын айтыс дейтін бастаманы. Осы бұйырса осылайша дами берші. Бұл бала айтшы кімнен жасқанады? Өкінішті кей жерлерде жастарымыз үлгі тұта шетелдік масқараны. Жастарымыз шетелге қашып жатса, айтыңдаршы қазақты кім басқарады? Шетелдің жамандығын ала берсек, ұлттық руханиятымыз ласталады. Бізден кейін келетін қазақтарда масқараны үлгі тұтып ашып қалады. Сондықтан да қазақтыққа оралыңдар. Жөн шығар масқараны тастағаны. Ағалар, сіздерге менің сізге айтарым бар, дұрыс жолмен тәрбиелейік жас баланы.
Баланы жас кезінен тәрбиелейік, болашақ балашақтан басталады. Игігім, игігім, осымен аман болсын жамағатым, мен үшін ең қымбат боп саналатын. Алдияр екеуміз де кіші жүзбіз, батыр ақын даналардан таралатын. Бұйырса білім жинап болашақта, болайықшы халық тойлар адал ақын. Саған айтар ақылым осы болсын, ешқашан шығарма қазағымның жаман атын. Қазағым қолдап отса азаматын, әлемге танытамыз қазақ атын. Әйгігім, әйгігім,